давлениеге, қант диабетіне, өт қоюланғанға, қан сұйылтуға, арықтауға, асқазан ішек жолдарын реттеуге алма сірке суы бірден-бір ем екенін білесіз бе? Алма сірке суы дегеніміз не? Баршаңызға сәлем, бұл пайдалы кеңес арнасы. Бүгінгі видеомызда алма сірке суы дегеніміз не? Оның пайдасы қандай? Үй жағдайында қалай жасауға болатыны және басқа да тұрмыстық жағдайда қалай дұрыс қолдануға болатыны жайлы айтатын боламыз. Ал сіздер видеоны соңына дейін көріп, видео ұнап жатса арнаға тіркеліп, лайк басып, алма сірке суы жайлы білетіндеріңіз болса, пікір қалдырып бөлісе кетіңіздер. Алма сірке суының пайдасын адамдар ертеден ақ білген. Жастардан бастап қарт кісілерге дейін оны әртүрлі ауруларды емдеуге қолдануға болады. Сонау ежелгі Египет пен Қытай емшілері оны әртүрлі ауруларды емдеуге қолданған. Бірақ бүгінгі танымалдылыққа ол 1958 жылы дәстүрлі медицина туралы кітап шығарған американдық дәрігер Джарвистің арқасында ие болды. Онда ол осы өнімнің керемет қасиеттері туралы айтты. Кітап бестселлерге айналды да алма сірке суына назар аударыла бастады. Алма сірке суы дегеніміз не? Ол неден және қалай жасалады? Алма сірке суы дегеніміз кәдімгі алмадан ашытылып жасалған емдік қасиеті бар тұнба. Қазір алма сірке суын қолдан майонез дайындауда, қияр тұздауда және шашты жылтырату менен теріні тазарту үшін пайдалануға болады. Ол үшін дүкендегі жиі сатылатын сірке суы емес, табиғи сірке суын таңдап алыңыз. Ал оның табиғи екенін ажырату үшін қаптамасында жазылған күштілігіне назар аударыңыз. Ол 4-5%-дан артық болмауы керек. Егер алма сіркесі табиғи болмаса, жақсы нәтиже бермейді. Алма сіркесі калий, натрий, фосфор, мыс, темір, фтор, пектин элементтеріне бай. А, В1, В2, В6, С, Е, П дәрумендермен қоса басқа да пайдалы микроэлементтерге бай. Өнім соншалықты бағалы бұл элементтерге бай болғандықтан алма сірке суын біраз іске пайдаға жарата аламыз. Алма сіркесін сумен араластырып ішу. Бір шай қасық алма сіркесін бір стақан жылы суменен араластырып ішіңіз. Ол артық салмақтан арылуға, бауырды тазартуға, қызылдан құтылуға көмектеседі. Шашты шаю. Алма сіркесі мен қарапайым суды бірде-бір қатынаста араластырып, шашты шайыңыз. Сірке суы шашыңызды жұмсартып, жылтыратады. Бет терісіне күтім жасау. Бір бөлігін сіркеге, ал екінші бөлігі суға батырылған мақтамен бетті сүртіңіз. Нәтижесінде бет терісін сүртуге арналған тоник секілді әсер береді. Сірке суы терідегі ұсақ тесіктерді тарылтып, қабыну іздерін кетіруге көмектеседі. Ас үй жабдықтарын тазарту. Бөтелкеге жарты стақан алма сіркесін құйып, бір стақан сумен араластырыңыз. Ол ас үй жабдықтарындағы майды және қатып қалған қыртыстарды кетіруге көмектеседі. Соңында жағымды иіс қалдырады. Жағымсыз иістен құтылу. Алма сірке суы мен қарапайым суды бірде-бір қатынаста араластырыңыз. Дайын қоспамен тоңазытқыштың ішін, ас үй сөрелерін, қоқыс салатын ыдысты және басқа да жағымсыз иісі бар жерлерді жуып шығыңыз. Арамшөптерден құтылу. Алма сірке суы мен қарапайым суды 1:8 қатынаста араластырыңыз. Дайын қоспаны су шашатын ыдысқа құйып, бақшадағы арамшөптерге шашыңыз. Сірке суы арамшөптерден құтылуға көмектеседі. Арамшөптің жапырағы сарғайып, қурап кетеді. Алма сірке суын үй жағдайында дайындау өте оңай. Бұл негізінен ашытылған алма шырыны. Үйде алма сірке суын дайындауға арналған бірнеше рецепттер бар.
Соның бүгін бір түрін дайынды айтатын боламыз. Жарбис әдісімен ұсынылған сірке суын дайындау үшін сізге 2 кг алма қажет болады. Алмаларды жуып, ортасындағы дәндерін алып, құрт түскен жерлерін аламыз. Міне осындай болу керек. Алманы үккіштің үлкен көзінен өткіземіз. Жалпы алманы өздеріңіздің қалауыңыз бойынша турасаңыздар болады. Міне мынадай болады. 2 кг алмаға 2 литр жылы су және 200 г таза бал мен 10 г ашытқы керек. Алдымен жылы суға балды жақсылап араластырып аламыз да алманың үстіне құямыз. Алма жылдам ашу үшін оған кішкене қаранан салсаңыз болады. Немесе 10 г ашытқы салсаңыз болады. Тіпті ештеңе салмасаңыз да болады. Бірақ ол кезде ашу процесі сәл кештеу болады. 10 г ашытқы салған соң араластырып бетін дәкемен жауып, күн түспейтін жылы жерге 10 күнге қою керек. Осы кезеңде күніне 2-3 рет алма грилін жақсылап араластырып тұру керек. 11-ші күні алма массасын дәке сүзгісі арқылы сүзіңіз. Алынған сұйықтықты қайтадан сүзіп көлеміне сәйкес келетін кең мойны бар ыдысқа құйыңыз. Араластыру кезінде 1 литр сұйықтыққа тағы 50 г бал, біздің жағдайымызда 2 литр сұйықтыққа 100 г бал қосыңыз. Содан кейін бетті дәкемен жауып байлаңыз. Ашытудың екінші кезеңінде сірке суы бар ыдысты жылы жерге, күн сәулесінен алыс ұстаңыз. Бұл кезең 40-60 күнге созылады. Сұйықтық тынышталып, мөлдір болған кезде пісіру процесі аяқталады. Дайын сірке суының бетінде жұқап, қаймақ тәріздес пленка болады. Бұл алма сірке суының бетіндегі маткасы. Оны бөлек банкаға кішкене сірке суынан құйып, салып қоясыз. Дайын сірке суын бөтелкелерге құйыңыз. Мұны ыдыстың түбін шайқамай сақтықпенен жасау керек. Содан кейін оны бірнеше қабатты дәкеге сүзіп, бөтелке сірке суын қосуға болады. Осыдан кейін ыдыстарға құйылған сірке суларын қараңғы салқын жерде сақтау керек. Алма сірке суы қаншалықты ұзақ сақталса, соғұрлым сау болады деп есептелген. Уақыт өте келе, онда қызыл қабықшалар пайда болуы мүмкін. Бұл рұқсат етілген. Бұл жағдайда сірке суын қолданар алдында қосымша сүзгілеу керек. Алма сірке суын иммунитетті көтеруге профилактика ретінде күніне 3 мезгіл ішуге болады. Егер сізде асқазанның ойық жарасы, гастрит, жоғары қышқылдық, асқазан ішек жолдарының қабыну процестері бар болса, алма сірке суын ішуге болмайды. Міне, құрметті көрермен, бүгінгі видеода алма сірке суы жайлы білдіңіздер. Видеосы ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Пайдаларыңызға жарасын.